180 жылдығы. Яғни Ыбырай Алтынсарин шын аты Ибрагим, ағартушы педагог және жазушы, этнограф, фольклоршы. Бүгінгі біздің тәрбие сағатымыз Ыбырай Алтынсарин атамыздың мерейлі мерекесіне арналады. Армысыңдар, құрметті оқушылар. Бүгінгі іс-шарамыз Ыбырай атамыздың 180 жылдығына арналатынын айтып жатырмыз. Олай болса, осы үлкен көлемді іс-шарамызда ең бірінші көңілді күймен бастайық. оқығанды көңілге ықыласпен тоқылып, оқысаңыз балалар, шамнан шығар жағылар, тілегенің алдынан іздемей-ақ табылар деп барлық қазақ балаларын оқуға шақырған, білімге шақырған Ыбырай аталарың жайлы бейнефильмді тамашалауға шақырамын. Қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушы, этнограф, қоғам қайраткері Ыбырай Алтынсарин қазақ халқының ағартушылық тарихында және ұлттық мектептің қалыптасуында терең із қалдырған тұлға. Ол 1841 жылы қазіргі Қостанай облысының аумағында дүниеге келген. Әкесінен ерте айырылған ол, атасы белгілі би Балқожа Жаңбыршиннің қолында тәрбиеленеді. Ыбырай бала кезінен бастап өз бетінше оқып білімге бейім екенін байқатты. Көп оқыды. Ресей қоғамының білімді адамдарымен жиі араласып тұрды. Орынборда оқып жүрген кезінде шығыстанушы ғалым Владимир Владимирович Григорьевпен жақын танысып алды. Ол өзінің бай кітапханасымен Ыбырай Алтынсариннің еркін пайдалануына рұқсат етті. Білімге құштар Ыбырай бос уақытының бәрінде сол кітапханада өткізді. Білген үстіне біле түссем деген құмарлықпен өз халқыма неғұрлым көбірек пайда келтірсем деген абзал арманы ұмытылмас жас Ыбырайдың өмірлік кредосына айналды. Ыбырай қазақ балаларының білімге құштарлығын оятатын, тәрбиелік мәні зор көптеген әңгіме, өлеңдердің авторы.
Мысалы, өнер білім бар жұрттар атты өлеңінде оқу білім алудың мақсатын кеңінен сөз етеді. Өлеңнің негізгі идеясы қазақ қауымына озық мәдениетті елдерді үлгі етіп көрсету. Бұдан бөлек, Алтынсариннің шығармаларында табиғат көріністерін суреттейтін өлең жолдары да кездеседі. Ақын оқырмандардың көңілін табиғатқа аудару арқылы жас шәкірттерінің бойында отанға сүйіспеншілігін, патриоттық сезімін қалыптастыруды мақсат етті. Еңбекті сүю және қадірлеу Ыбырай әңгімелерінің негізгі тақырыбы. Оны жазушы шағын әңгімелерде үгіт, өсиет түрінде берсе, кей шығармаларында халықтың қоғамдық санасын тәрбиелейтін реалистік суреттер арқылы бейнелейді. Өнер білім бар жұрттар тастан сарай салғызды. Айшылық алыс жерлерден көзіңді ашып жұмғанша жылдам хабар алғызды. Аты жоқ құр арбаны мың шақырым жерлерге күн жарымда барғызды. Адамды құстай ұшырды. Мал істейтін жұмысты от пен суға түсірді. Отынсыз тамақ пісірді, сусыздан сусын ішірді. Теңізде жүзді балықтай дүниені кезді, жалықпай. Білгендерге осылар бәрі дағы анықтай, білмегенде танықтай. Бізде бекер жат балық, осыларға таныспай. Ат өнері білінбес, бәйгеге түсіп жарыспай, желкілдеп шыққан көк шөптей, жаңаөспірім достарым, қатарың кетті ау алысқай. Ұмтылыңыз қалыспай. Біз надан боп өсірдік иектегі сақалды, өнер жігіт көркі деп ескермедік мақалды. Біз болмасақ, сіз барсыз, үміт еткен достарым, сіздерге бердім батамды. Ал енді осы бейнефильмді көргендер балалар, өздеріңнің ойларыңды ортаға салсаңдар, қандай пікірлерің бар? Әрине, дұрыс айтасыз Айнагүл Құсбекқызы. Қазір жаңа ғана осы бейнефильм көрген балаларымыз құралақан емес, бұлардың өздерінің әр қосарлары бар. Бірақ бүгінгі таңда біз басқа бір әдіспен жұмыс жасап отырмыз. Сіздермен мынау елімізге төнген қатерге байланысты топпен емес, жұппен жасап отырмыз. Сондықтан да әр жұп өздерінің дайындап келген, өздерінің әзірлеп келген осы біздің бейнефильмімізге қосарлары бар ғой, иә балалар? Осы Ыбырай Алтынсарин атамыздың әкесі ерте қайтыс болып, ақын өзінің атасының қолында өскен. Дұрыс айтасың. Сонымен қарай. Ол атасының аты Балқожа болған. Сол Балқожа атасының арқасында ол сабақты өте жақсы оқып, мектепті өте жақсы деген балаға бітірген екен. Дұрыс айтасың. Жақсы, Жазира. Содан кейін ол өз еліне қайтып 1859 жылы Орынбордағы мектепте тілмаш болып жұмысқа орналасады. Сол кезде 1860 жылдары ол Василий Григорьев деген профессормен жақсы қарым-қатынас орнатып, оның кітапханасына ақпарат алуға мүмкіндік алады. Өте дұрыс айтасың. Яғни Василий Григорьевпен ол кісі тығыз байланыста болады. Яғни ол жалпы шығыстанушы жазушылармен байланыста болады да, ол әрі қарай өз білімін жетілдіріп отырады. Жүсіп? Орал сыртында 4 мектеп қазақ мектебін құруға бөліп бергенде, Торғай мектебіне өзі ұстаз болып сұранады. Одан кейін барлық Қазақстандағы мектептерге үлгі болып, білім саласын шыңдатты. Тамаша, бәрекелді, Райлан. Ол тағы да 1876 жылы Қазан және Петербург қалаларына барып, одан кейін сол жердегі орыс ағартушыларының жұмыстарын зерттеген болды. Өте дұрыс. Жақсы, Аймира. Ыбырай Алтынсарин өзінің қазақ тілінде құралдарын жасауға ой келеді. Яғни осы 1876 жылдан бастап алғашқы қазақ хрестоматиясын жазуға кіріседі. Тамаша, сонда алғашқы қазақ хрестоматиясының авторы кім болды? Ыбырай Алтынсарин болды. Аружан? Сонымен қатар хрестоматия қазақ тілінде алғашқы оқулық болды. Өте дұрыс айтасың. Олжас? Ыбырай атамыз қазақ хрестоматиясына тәрбиелік мәні зор, көптеген шағын әңгімелерді, өлеңдер мен ауыз әдебиет үлгілерін, аударма шығармаларын енгізген болатын. Дұрыс айтасың, Гүлназ. Яғни Ыбырай Алтынсарин аталарын көптеген бұл балалар әдебиетінің атасы атанған. Білесіңдер ғой? Балалар әдебиетінің атасы атанып, балаларға тәрбиелік мәні бар көптеген әңгімелердің авторы. Яғни ол әңгімелерді оқыған балалар өмірге тәрбие алып отырған, иә? Өте дұрыс айтасыңдар. Бәрекелді балалар, рахмет. Қазір серікту сәтіне кезек береміз. Сіздердің әрқайсыларыңызға жеке тапсырмалар таратылады.
сол тапсырмаларды асықпай өздеріңіздің жандарыңызда тұрған жұптарыңызбен ақылдаса отырып жасайсыздар. Сая апай, сіз талап шығасыз. презентация жасадық, көрейік, тамаша. Келе ойындар. Бізге берілген тапсырма ол Ыбырай Алтынсарин жайында презентация жасау. Ұлы даланың дара ұстазы деп атады біз презентация. Біріншіден оның өмір баянынан бастайық. Ол 1841 жылы дүниеге келген. Ол қазақтың аса көрнекті ағартушы педагогы, жазушысы, этнографы, фольклоршы және қоғам қайраткері. Өкінішке орай 1889 жылы көзін жұмды. Бірақ оған қарамастан біз оның Қостанай облысы Қостанай ауданында дүниеге келген білеміз. Осындай атақты тұлға жай кішкентай қазақ мектебінен алғашқы білім алады. 1857 жылы бастап ол ағартушылық жолын бастайды. Тамаша, дұрыс айтасың ба? Жалпы Ыбырай Алтынсарин қазақ елінде тұлға ретінде көрсеткен жетістіктер жайында айта келетін болсақ, ол біріншіден әрине өзінің көптеген шығармаларымен, көптеген өлеңдерімен қазақ әдебиетінің дамуына үлкен әсер еткен. Сонымен қатар бірінші қазақ мектебі бәрімізге белгілі 1864 жылы Ыбырай Алтынсаринмен ашылған болатын. Ал ел арасындағы жалпы қыздардың ең алғашқы мектебі 1871 жылы Ыбырай Алтынсаринмен де ашылған болатын. Сонымен қатар Жүсіп Айтбеков оның ағартушылық еңбегі де өте зор. Бұл жерде бір айта кететін ерекшелік, яғни Ыбырай Алтынсарин ең бірінші қыздарға да арнап не істеген? Мектеп ашқан болар, иә? Мектеп ашқан, мектеп интернатын ашқан. Оның шығармашылығы өте бай, бірақ біз оның ең танымал шығармаларын мына жерде жаздық. Біріншіден әрине қазақ хрестоматиясы, кішкентай шығармалар Жаман жолдар, жаз және бәрімізге белгілі бірінші сыныпта оқыған Кел балалар оқылық. Әке мен балалар қарым-қатынас секілді көптеген шығармалар бар. Жақсы, бұл жерде сұрақ сендерге. Осы шығармалардың ішінде, мысалы, достық сезімді арттыратын қандай деп ойлайсыңдар? Қандай шығармасы? Ай достарым. Және де тағы да жолдастыққа, достыққа, беріктікке тәрбиелейтін қалды. Қандай? Бәрін айтыңдаршы. Жаман жолдас. Жаман жолдас, дұрыс айтасыңдар. Жалпы Ыбырай Алтынсаринді религиоздар тұлға ретінде қарастыратын болсақ, оның көптеген жақсы жақтары бар. Мысалы, ол өте өнерлі, әлбетте көптеген бала кезінен бастап өзінің жазушылық жолын бастаған. Сонымен қатар ол талапшыл, ол орыс мектебінде сабақты өте жақсы деген деңгеймен аяқтаған. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсаринді қамқор адам ретінде қарастыруға болады. Ол тек қана балалар үшін мектеп ашпай, сонымен қатар қайырымдылықпен айналысып, жеке адамдарға көмек жасаған. Сонымен қатар Ыбырай Алтынсарин жан-жақты адам болған. Ол бірнеше тілді білген, мысалы орыс, қазақ, араб, қырғыз тілдері. Сонымен қатар өмірде бірнеше қызметте жұмыс жасаған. Дұрыс айтасыңдар. Енді қараңдар балалар. Мына жерде мысалы адамның, мысалы қазақта мындай сөз бар ғой, 8 қырлы бір сырлы деген, иә? Біз жатқызамыз ба Ыбырай Алтынсарин атамызды 8 қырлы бір сырлыға жатқызуға бола ма? Мынандай талаптар, мынандай қасиеттер бар бойында, иә балалар? Қараңдар, өнерлі, талапшыл, қамқор және жан-жақты дейді. Мінекей қаншама қыры біз бүгін Ыбырай Алтынсарин атамыздың бұрыннан да білеміз. Бірақ дегенмен де біз өз көзімізбен қарап, өзіміз зерттеп, оқып, біліп, жан-жақты біз ашып зерттеп жатырмыз, иә? Жақсы. Сонымен қатар ең соңғысы қазіргі таңда Ыбырай Алтынсариннің төс белгісі. 1999 жылы 7 маусымда білім министрлігімен осы марапат пайда болды.
Бұл марапат Қазақстан Республикасының ең үздік педагогтарына берілетін марапаттың түрі болып табылады. Бұл марапат еліміздегі ең үздік мұғалімдермен марапатталады және мұғалімдерді ол марапат мұғалімдердің алғырлығы мен тәжірибелігін көрсетеді. Дұрыс. Яғни біздің педагогика саласында жалпы мұғалімдерде ең мықты жетістікке, ең жоғарғы дәрежеге, биік жетістікке жеткен, сондай керемет шәкірт тәрбиелеген, үлкен жетістікке жеткен ұлы ұстаздар бізде Ыбырай Алтынсарин төс белгісімен марапатталады. Бұл біз жалпы қазақ халқы үшін, жалпы педагогтар, осы Қазақстан Республикасының педагогтары үшін үлкен дәреже болып саналады. Сондықтан да міне бүгінгі күні біз балалар тағы да ол кісінің Ыбырай Алтынсариннің атында үлкен дәрежелі төс белгі бар екенін білдік. Жақсы. Тамаша, жақсы. Орындар отыра қойыңдар. Келесі тапсырма бізде ребус болады. Кімге беріледі ребус? Жақсы, келе қойыңдар. Ал балалар бәріміз қатысамыз. Көрсетілген ребусты шешеміз. Қазіргі күнде бізде бәрі электронда, сондықтан ал мінекей тақтада берілген енді шеше аламыз ребусты. Жүсіп? Мектеп қайық, білім, мұхит. Мектеп кеме, білім теңіз. Дұрыс жауап. Разира, мектеп кеме, білім теңіз тауып ал, дұрыс па? Қарап, жақсы. Келесі. ребус? Ойланайық. Ойланамыз. Балалар жатады. Аружан, Гүлназ қатысамыз. Райлан. Өнер ауылы қызыл тіл. Дұрыс, жақсы, жарайсың. Өнер ауылы қызыл тіл. Келе, сол ребусыңыз. Гүлназ. Алтын алма білім ал. Қалай? Алтын алма білім ал. Алтын алма білім ал. Дұрыс па? Дұрыс, бәрекелді, жақсы. Келесі тапсырма. Кімде? Қандай тапсырма? Ал Гүлназ өзің айта қой. Қандай тапсырма Гүлназ сенде? Бізге шығармашылық жұмыс берілді. Яғни шығармашылықтан қандай түрін таңдадың? Ыбырай атамыздың 180 жылдығына кішігірім өлең жазып жүрмін. Тамаша, Ал бәрекелді. айта қой. Өнер білім көгіне біз самғаймыз. Қанат қомдап ұшамыз да талмаймыз. Ыбырай ата жаққан шырақ жолыне, алау болып жалындаймыз, лаулаймыз. Құмартамыз үйренуге білуге, біз әрқашан ізгі жолды таңдаймыз. Жақсы, бәрекелді. Екеуіңнің, Аружан екеуіңнің жұмтасып істеген жұмыстарын ғой, жақсы, бәрекелді. Енді келесі тапсырмамыз не еді бізде? Райлан мен Аймира қандай тапсырма берілді? Ал өздеріңіз айта қойыңыздар, орталар. Райлан, қандай тапсырма? Біздің тапсырмамыз ол драматургиямен байланысты. Драматургия, жақсы. Яғни біз сценарий жазылатын едік. Негізгі бізде екі басты кейіпкер болады. Ол яғни қыз және оның апасы және басқа. Қандай шығармаға сендер пікір айтайын деп жатсыңдар? Қандай Мақтағыз. бір уыс мақтаға, яғни сендер сыншы әрі пікір айтпақшысыңдар, бір уыс мақтаға. Қанекей айта ғой, бір уыс мақтаған пікіріңді? Не деп ойлайсыңдар? Онда Райлан, сен айта ғой, сені қосарың қаша. Бір уыс мақта деген әңгімесінде қандай тәрбиелік мәні бар? Біріншіден, бір уыс мақта шығармасында ең басты және ең терең берілетін идея ол бір уыс мақтаның мысалымен өмірдегі кез келген нәрсенің өзінің бір пайдасы бар екені туралы айтқысы келген. Және де кез келген нәрсені бағалап, оны жоқтан жоққа лақтырмай, оны сақтап қалу керек. Себебі күндердің бір күнінде ол өзінің бір көмегін және өзінің бір пайдасын әкеледі. Өте дұрыс айтасың, содан барып мынандай тағы бір сөз бар ғой, жоқтан бар жасайды деген бар, қазақта жоқ. Сондықтан жаңа бір уыс мақтадағы, яғни далаға лақтырып жіберген мақтаның өзі пайдаға іскендігін айтып тұрсың ғой, сол жерден біз оның үлкен тәрбиелік мәні бар екендігін айтамыз, Мінекей, жақсы, рахмет балалар, өте жақсы, қол соғарыңыз бәріміз. Рахмет балалар, өз ойларыңды еркін айттыңдар. Бүгінгі Ыбырай Алтынсарин атамыздың арналған жалпы жаңағы берілген сұрақтың бәрін қамтыдыңдар, өлең де шығардыңдар, ребус ұйымдастыңдар, презентациясын жасаңдар, өте тамаша, яғни көп мағлұмат алғандарың көрініп тұр. Енді балалар, біз Ыбырай атамыздың ең басты өзінің, яғни ең басты несімен ерекшеленді? Ол кісі өлеңдер жазылды. Кәнекей сол өлеңдермен тоқталаршы,
Ыбырай Алтынсариннің жазған өлеңдерін оқимыз. Бірақ біз оқығанда бүгін біз бір ерекшелікпен оқиық деп тұрмыз. Қазіргі мынау цифрлық әлем дамыған кезі, сондықтан да біз өлеңді QR кодпен оқимыз. Алдын ала әрине біз оқып түсірдік, әдебиет қалай ол болады екен көреміз. Сондықтан да мына жерге мысалы қазір міне мынандай дүние жасалған. Бұл дүниенің ішінде міне QR кодтар орналастырылған. Яғни соның ішінде міне сендер өздерің барсыңдар, Міндегі қазір мен шақырамын ортамызға Саидан шақырамын. Саида келе ғой. Қазір қараймыз балалар. Қалай өлең оқылады екен? Қазіргі технология бойынша осылай отыра ғой. Келесі мына фотода кімді көріп тұрсыздар? Арман да бізге өлең оқиды, электронды оқиды дейміз. Келесі Райлан. Райлан бізге қандай өлең оқиды екен QR кодпен көрейік. Телефон қабағын. Бұл қандай өлең? Ел балалар ұлы бәріміз танитын. Келесі енді соңғы оқушымыз бұл Жазира. Жазираның қазір QR кодпен қандай өлең оқитынын анықтаймыз. Жақсы балалар, көргілер ғой, бұл да бір ерекшелік, осылай да өлең оқуға болады екен. Яйна оқыспек мұна. Өте әдемі, өздеріңіз қандай жаңа жақсы өлеңдеріңізді оқып шықтыңыздар Ыбырай Алтынсарин аталарымыздың. Яғни әр халықтың балалар болашаққа бет алған тарихы, даму жолында жарық жұлдыздай болып бағыт бағдар сілтеген. Сөйтіп сол ұлттың, халықтың тарихында есімдері ерекше аталатын зор тұлғалардың бірі Ыбырай Алтынсарин екенін бүгінгі іс-шарамызда тереңірек таныдық. Олай болса, балалар, біз қазір енді жаңағы сабақтың басынан бастап айтқан ойымызды топшылау, қорытындылау ретінде біз қазір блиц ойын ойнаймыз, не, қайда, қаша деген. Мен сендерге оны білесіз
білесіздер ғой да, блиц-ойын деген, ол тез-тез сұрақ қоямыз, біз сұрақ қоямыз, сендер жылдан қол көтеріп жауап берулері керек. Дайынсыңдар ма, балалар? Бәріміз белсендірек қатысайық. Кәнекей. Бірінші сұрақ. Ыбырай Алтынсарин өмір сүрген жылдар. Жүсіп? 1841-1889. Тамаша. Екінші сұрақ. Ыбырай Алтынсарин қай жерде дүниеге келген? Саида? Қостанай облысы Зәкірбол ауданында. Өте дұрыс. Алтынсариннің қандай еңбектері бар? Кирова Руху. Жаман жолдас. Кемен бала. Қырғыздар дұрыс айтасың. Қырғыздарды орыс тілге үйретуге негізгі басшылық алған. Сосын келесі. Ыбырай Алтынсариннің ең алғашқы өлеңі қандай? Ыбырай Алтынсарин тұңғыш рет қазақ мектебін қашан ашылды? 1864 жылы. Дұрыс айтасыз. Ыбырай Алтынсариннің ісін жолға қоюдағы терең із қалдырған жарқын істерінің бірі не? Қолөнершілік, яғни не? шаруашылық мектептерін ашу. Қолөнершілік, ауыл шаруашылық мектептерін ашу болды. Ыбырай Алтынсариннің тағы да қайталаймыз, қандай әңгімелерін білесіңдер? Жаңа қалып қойды айтылмай қалды. Тағы қандай әңгімелерін білесіңдер? Бақша ағаштарға. Күркіменашқа, Кемен бала, Асыл шөп. жаман жолдас. Өте дұрыс айтасыз. Тамаша. Енді 9-шы сұрағымыз. Ыбырай Алтынсарин мектеп қазақтарға білім беретін не деді? Мектепті не деді? Қазақтарға білім беретін. Құрал деді. Неге көрінді ме? Бәрекелді. Яғни мектепті бұл кісі құрал деп қарады. Шынымен де ол құрал екен? Құрал екен. Яғни сонда біз тоқтықпен айтқанда қазақ балаларының көзін ашқан кім? Қазақ балаларын шырылдап оқуға шақырған кім? Ыбырай Алтынсарин. Қазақ қыздарына мектеп ашқан кім? Ыбырай Алтынсарин. Мінекей, осындай атамыздың 180 жылдығын атап өтуге ол заңды ма? Әрине, бұл тарих, бұл тарихта қалған осындай артында үлкен із қалдырған бабамыздың тек қана 180 жылдың, тек қана жылдар мерейтойын емес, біз үнемі оны, ол кісінің еңбектерін оқып, үнемі ол кісінің еңбектерінің тәрбиелік мәнін өмірде ұстануымыз қажет па? Қажет. Өте дұрыс айтасыз. Енді, сәлем жолдап шәкіртке дұғай, ұрандап өлеңмен келді былай, жас ұрпаққа жар салып жанымен де, кел балалар оқылып еді Ыбырай атамыз. Енді біз келесі кезекті драмаға береміз. Ұзақ болып қалды ғой, қайда бармыз? көршінің үйі қазықпай немерелі бопты. Содан келдім. Сендерге сарқып берді. Осы сарқықты алмайын десем болмайды. Балаларға тәтті берді. Маған да беріңізші. Беремін, дәрдірдәсе жер беріп. Олыма берейін, жоқ, екеу болмасын. Ол балада екеу болу керек. Қалайсыздар балалар? Көңіл күйлерің бәрі жақсы ма? Ал енді бәріміз тәртіппен отырып шай ішейік, жақсылап тұрып. Шайдан алыңдар, шай ішіп қалған шөлдеп қалған шығарсыңдар. Көршінің үйдегі мереке өте жақсы болды. Бізге ырым қып берді. Білесіңдер ғой ырымның не екенін. Сендер ер жетіп азамат болып, сізді немерелі болдыңыз деді маған айтты. Көрші айтып жатыр апаларым. Сондықтан ана кәмпитті берген кәмпитті басынан аяғын түгел жеп қойыңдар. Шай ішіңдер балаларым. Балаларым, бүгінгі әкелген сарқыт дәмді ғой кәмпит қой. Түгел жеңдер. Әке келді. Амансыңдар ма? Қалыңыз жақсы ма? Жақсы ғой. Шаршап келдіңіз ау деймін, Иә. Демалыңыз кішкене. Бүгінгі күн деген қиын болды. Мынау шапанның бір жері жыртылып қалды. Шапаныңыз жыртылып қалды ма? Оны қазір қызымыз тігіп береді. Қызым, шапанын кие қой әкеңіз. Жақсы әке, көзіңізді ашып жұмғанша барлығындайым ғой. Жарайсың. Әкесі келіңіз енді шай ішіңіз. Әкесі шай алыңыз, ыстық шай. Тамағыңызды жібіп отырып шаршап келдім дедіңіз ғой. Бүгін әлгі қазықпай немерелі болыпты. Ол ма екен, қыз ба екен? Ұлы екен, атқа мінер екен. Содан мәз болып өздері тойлап жатыр. Маған
мына балаларымызға тәтті деп ырым қылып тәтті бер. Сіздер де немерелі болыңыз деп. Алла жазса боламыз. Әрине, мынандай балаларымыз тұрғанда боламыз ғой, оған да жетеміз ғой. Балаларыма тәттілер ұнады, тамаша. Шай алдырыңыз. Қызым, домбыранды бір шертшеш. Жақсы әке. Көңілді отырады дейсіз ба? Иә. Дұрыс айтасыз. Апау, осы жаңа бір айтамызды оқып отырып бір нақыл сөзіне тап болдық. Еңбекпен табылған тамақ тәтті әрі сіңімді болады дейді. Оны қалай түсінуге болады? Не қызым, еңбекпен табылған тамақ әрі тәтті сіңімді деген, қай кезде болсын адал еңбек етсең, көбірек еңбек етсең, ол тамағың саған сіңімді болады. Сондықтан қашанда адал еңбек істеп, оны таза еңбек істесең, оны әрине батыл жейсің. Еңбекпен табылғаннан тәтті әрі сіңімді болады деген осы болады. Мына тағамның бәрі еңбекпен келген әкелерінің арқасында. Біз оны батыл жейміз, көріңдер ғой қалай. Сондықтан да әрқашанда адал еңбек ету керек. Қызымандағы қиқымдарының бәрі тамаша қиқымдар бірсыпыра шығып жатыр екен. Әр нәрсенің керегі болады ғой. Апа, осы қиқымдардың керегі, ештеңе керегі болмас. Иә, көрерсің ғой қызым әлі. Керек па, керек жоқ, өмір көрсетеді ғой оны. Келе оғында шай ішіңдер. Қызым, әлі ақтырып жердің ба жаңағы қиқымдарды? Иә. Қызым ай. Апа, қараңыз, жаңағы қиқымдарды тұрғалып кетті. Оны не қылып? Әне көрдің бе? Күн айналмай-ақ жаңағы қиқымдарды торғайлар алып кетті. Олар оны балапандарының астына мамық төсек қып салады. Сонда жаңағы дүниеде керек емес зат болмайды деген осы ғой. Тіпті анау шапаннан шыққан қиқымның өзін торғайлар іске жаратып жатыр. Мінекей, дүниеде керек емес зат болмайды деген осы қызым. Түсіндің бе? Келесіде сәл нәрсеге көңіл аударып, оны жиып теріп, оны іске жаратып үйрену керек балаларым. Түсіндіңдер ғой? Түсіндіңдер ма? Әке, міне, шапаныңыз жап-жаңа деді. Бәрекелді. Әне, Қызым-ау, жарайсың. тамаша. Келе ғой қызым, шайыңды іше ғой. Көп еңбек етіп әкеңнің шапанын тігіп бердім, жарайсың қызым, айналдым. Менің қызым істіккені қандай тамаша. Әр қыз қолына ине ұстап істіге білсе, ол болашақ үшін өте керемет тәлім. Шай ішіңдер. Әке, илаймен. Илайым. Құдайым ондасын, еш жамандық болмасын. Дастарханымыз мол, деніміз сау болсын. Мінекей балалар, бүгінгі тәрбие сағатымыз Ыбырай Алтынсарин атамыздың еңбектеріне, өмір жолына, қандай керемет шығармалары барын көріп, үлкен өзімізге келетін жағын болып көрдік. Үлкен тәрбиесі бар. Қандай әңгімелерді оқысақ та өте бізге үлкен білімділік мағлұмат береді. Мінекей балалар, Ыбырай Алтынсарин аталарының қандай шығармаларын алсақ та, оның ішіндегі жаңағы шығармалардың мағынасы да, мәні де зор екеніне көз жеткіздік. Өте дұрыс айтады Айналым Құсбек қызы. Яғни біз тек қана бүгін ғана оқып қоймай, біз оны өмірде қолдану керек. Сондықтан балалар, біз мынандай сендерге қойын дәптер шығардық. Қойын дәптерді білесіңдер қазақша, ол ежедневник деп айтады ғой, күнделікті, бірақ бұрынғы кезде аталары қойын дәптер деп атаған. Мінекей, ең бірінші басында сендерге арналған үндеуіміз бар. Сол басында соны тыңдайсыңдар, оны өздерің қарайсыздар, оқып шығасыздар. Мінекей қараңыздар, оқып шығасыздар басында немене айтылған екен. Одан кейін бұл жерде Ыбырай аталарының айтқан нақыл сөздері берілген. Яғни сендер оны осы нақыл сөздерге ұқсас қандай нақыл сөздер кездестірдіңдер? Өмірде бұны қолдандыңдар ма, қолданбадыңдар ма? Мына жерде бос орындары бар, соған жазулары керек. Бұның нәтижесін, бұның соңғы этапын, яғни сендер кезеңін, сендер мамырда біз тағы да бір сендерді жинаймыз да, осымен пікір алсаңыз. Осы берген біздің қойын дәптерімізге күнделікті өмірде қандай осы мақалға қатысты бастарына не өтті, соны жазып отыруларыңызды сұраймыз. Және осының жетістігін мамыр айында біз тосамыз сендерді. Бұл кез келген жерде қалып қоятын зат емес, бұл қойын дәптер Ыбырай аталарының 180 жылдығына арналып жасалған, сендерге арнайы жасалған дүние.
әрине сендер оның алдында да білесіңдер. Ол сендер Ыбырай атамыз туралы ештеңе білмейді деген мақсат емес бұл. Бүгінгі күні білген ойларыңды толықтыру, яғни өзбектің біздің ойымыз, білгендеріңді толықтыру, тағы да бекіту, үстіне қосу, осы мақсатта сендерге біз бүгін осындай іс-шараны өткіздік. Енді жалпы осы іс-шаралардың өтуіне рефлексия жасаймыз. Өздері білесіздер, әр іс-шарада біз сонда рефлексия жасаймыз. Алдарыңызда қазақша жүрекшелер берілген, сол жүрекшелерге өздерінің ұсыныстарын болса. Сендерден өтінетініміз жақсы, өте керемет деген мақсат емес. Қандай ұсыныстарың бар? Қалай өтті, ұнады ма, несімен ұнады, соны кішкене толығырақ жазып бізге қайтарсаңыздар. Ал рефлексия. Сонымен бала рефлексия аяқталды. Кәнекей кімне айтады? Орнымыздан тұрып, айтатын ойымызды айтып, өндеге тақтаға жапсырсақ. Кәнекей Жүсіп айта ғой, оқып шығады. Менің ойымша, сабақ өте қызық болды және сонымен қатар пайдалы болды. Келешекте көрнекілі көбірек болса екен деп ойлаймын. Өте жақсы, дұрыс айтасың. Келесі келе ғой деп пайдалы. Арлан. Маған жаңа өлең түсі ұнады, яғни осы QR-код техникасымен сабақты өткізген өте қызықты екен. Өте жақсы, тамаша. Әрекет балалар. Келе ғой, тез келеміз, Райлан келе ғой. Айтатынды айта ғой, ортаға. Бүгінгі сабақ өте қызықты форматты өтті. Көптеген білім саласындағы инновацияларды байқады. Осы Ыбырай Алтынсаринмен байланысты және осы өлеңдерді оқығанымыз барлығы бізге өте пайдалы болады деген ойлаймын. Жақсы, тамаша қыздар. Жазира келе ғой. Маған бүгінгі сабақта жаңа қолданылған инновациялармен балалардың белсенділігі өте қатты ұнады. Болашақта осындай сабақтар қосылады деген үміттемін. Тамаша, Саида. Қыздар, біраз айтып отырыңдар бар ма? Айтатындар? Маған бұл сабақ өте қатты ұнады. Және де бұл сабақты мен жаңадан білгенім Алтынсарин медалінің бар екенін. Өте міне қараңдар. Және де маған бұл сабақта қойылымды толтыру идеясы өте қатты ұнады. Себебі біз бұл арқылы Ыбырай Алтынсарин сөздерінің қазіргі кезде де өте өзекті екенін білеміз. Рахмет. Сен мұғалім болсаң, осы Алтынсариннің марапатын алуға ұмтыласың ба? Әрине, қандай мамандық болса да марапатталу керек. Тамаша. Әрекелді. Жақсы, Айнира. Маған осы сабақта әртүрлі видео және визуалда ақпаратты визуалды түрде көрсеткені және жұмыс ұнады. Өте жақсы, рахмет. Келе ғой, Динас. Маған бұл ашық сабақта әркімге әртүрлі тапсырмалар берілген ұнады. Әркім өзінің әр жағынан көрсете білді. Бәрекелді. Аружан, келе ғой. Сенің қосарың не? Мен қосарым оған қолданған кейін қатынады және сабақ форматы маған қызық болды. Рахмет, жақсы. Сонымен бүгінгі осы деңгейде өткізген тәрбие сағатымыз балалар аяқталды. Өте сондай белсенді қатысып, бүгінгі мағлұмат алғандарыңа көптен көп рахмет. Осы алған мағлұматтарың сендерде алдағы уақытта іске асады және үнемі жандарында жүреді деп ойлаймыз. Өмірде ақшада сіздерге сәттілік тілейміз.